Ассалаумағалейкум барша фотошоперлер, баршаңызға сәлем. Мінекей мен осы екі фотоны жасауға баршаңызға ұсынған болатын. VK арқылы барлығы бірінші фотоны таңдапты, яғни орман иесі деген фотошоп. Мен осы фотоны арнайы таңдап алдым, яғни қазір осыдан қалай, яғни бір жолата сіздер 3D-ны үйреніп аласыздар, яғни ашық сары түске қалай 3D-ны басу керек екенін біліп аламыз. Мен бұл фотоға орман иесі дегенді атау қойдым. Енді бұны біз кривияға кіріп, инструментке кіріп, енді төмен қарап ағартамыз. Бұны яғни артық фонын ағартып алуымыз керек бізге, яғни фото жақсы басылу үшін. Енді тура осыны жоғары қарап көтеріп, өшіргішті алып, денені өшіріп, қалған жердің ағы сақталып қала беру керек. Яғни басқа жерді денені жақсылап өшіресіздер, тура осылай. Қалған жердің ағы сақтала берсін. Енді FX-ке кіріп, черно-белый таңдаймыз. Черно-белыйға кіріп, үстін басқанда R, G, B деп стандарт деп тұрады. Осының ішіне қазір бізге B, яғни B қажет болады. Көріп жатсыздар. Осылай черно-белыйға қойып аламыз. Арты бізге одан әрі ақ болады. Енді осыны кішкене түсіреміз. Түсірген кезде тура осындай әдемі болады. Түсіреміз. Окей. Жоғарыдағы өшіргішті алып, тұмсық жағын шамалы өшіресіздер. Көрдіңіздер, тұмсық жағын шамалы өшіресіздер. Иықтарын, арт жақтары қара болса болды. Себебі қазір бізге добавить фото қылған кезде фотомыз жақсы отыру керек. Келесі жұмыс добавить фото, осына керек жұмыстарды аламыз. Мен бұларды әдеттегідей Google-ден скриншот қылып алған болатын. Сай келетіндерді аламыз. Смешайтқа кіріп, экран светлый, умныйға қойған кезде міндетті түрде біреуі әдемі келіп сай түседі. Дәл осылай турлап аламыз. Міндетті емес, дәл менің басына қойып жатқан суретім сіздерді қоюларыңыз. Басқа суреттерді тауып қойсаңыздар да болады. Әбден болады. Келесі бізде жұмыс. Өшіргішпен қырларын өшіріп тастау. Келесі тағы да бұнта добавить смешайт. Смешайттың ішіне светлый деген дәл түсу керек меніңше. Светлый, светлый екен. Светлый осы дәл түседі. Қазір қойайық. FX-ке кіріп HDR-ді бір басып алыңыздар, себебі сол кезде көріну түсі екісеге әдемі болады. Көрдіңіздер, болды. Бұны өшіреміз. Қырқырларын, яғни квадрат болған кезде бұл қырқырлары жаман көрініп қалуы мүмкін. Дәл осылай өшіріп тастаймыз. Келесі бізде жұмыс талдың бұтақтары. Бұтақтары да міндетті түрде керек болады. Осылай қырқып аламыз өзімізге керектін. Стикердің ішінен тапсаңыздар да болады бұны. Немесе интернеттен просто ағаштың орысшасын жазсаңыздар, сіздерге для Photoshop дереве десеңіздер, сіздерге 2-3 түрін шығарып береді. Бұны умныйға қойған кезде әдемі көрінеді бізге. Яғни қазіргі атауы темный, осыған қойған кезде жоғарыда өшіргішті алып баста қыр жерлерін өшіреміз. Дәл осылай қалдырамыз бұны. Шаштан ары қарап шығып тұрған. Кішкене прозрачность азайтамыз, себебі осыны азайтып көбейткеніне байланысты фотоның қаншалықты четкі және әдемі істелгені. Бақырайтып прозрачность қою болып қойсаңыздар, бұл түкке де жараспай қалады. Тұмсығына келеміз, тоже умныйға қойып аламыз. Умныйға қойып, жақындатып көрсеткенде дәл осындай болады. Көрдіңіздер, енді өшіргішпен алып, тұмсығын дәл осылай істеп тастаймыз. Мен бұны бұрында да істеген болатын, қайта YouTube-қа салып жатқаныма кешірім сұраймын, себебі авторский правомен менің бірнеше видеоларым өшіп кеткен болатын. Добавить фотодан келесі біздің құстар және де майда құстар. Осыларды аламыз. Қоюлығын азайтамыз, майда құстарды аламыз. Біздің альбомда болу керек бұлардың суреттері. Фотода Photoshop сабақтары тобына тіркеліңіздер. Сол жерде менің астында ссылкада менің VK-м қалдырам, сол жерден кіріп группаны тапсаңыздар болады. Дәл осы қою түске кіреміз. Масканы мен міндетті түрде пайдаланамын. Сіздерге ұнады деген ойдамын, достар. Дәл осылай жасалады. Сау, сәлематта болыңыздар.